Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Ауылбай Асеке. Бүгін мен сіздерге нанды қалай ұзақ уақытқа дейін, яғни ұзақ мерзімге дейін қалай сақтауға болады, сол туралы айтқым келіп тұр. Егер де қызық болатын болса, видеоны өткізбей соңына дейін мұқият қарап шығуларыңызды сұраймын. Сосын айтпақшы достар, егер де сіздер менің YouTube каналыма әлі де болса жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде менің YouTube каналыма жазылып, қоңыраушаны басып отыруларыңызды сұраймын. Сосын тағы да бір айтқым келгені, өте бір керемет жаңалық болып жатыр менде. iTube деген қазақтың видео хостингі бар, яғни YouTube сияқты қазақтардың шығарған iTube деген видео хостингі бар. Яғни видео салуға болатын сайты бар. Сол жақтан да канал аштым, Ауылбай Асеке деген. Ол жаққа да видео салып жатырмын. Егер де қызық болатын болса, қолдағыларыңыз келетін болса, iTube'дегі каналымның ссылкасын мен осы видеоның ең бірінші комментарийіне қалдыратын болам. Егер де жаңағы айтқандай қызық болатын болса, онда да қолдап, қолпаштап отыруларыңызға болады. Ол жердегі де видеоларымды қарап, каналыма жазылып отырсаңыздар болады. Сонымен бүгінгі айтқым келгені, яғни нанды қалай ұзақ уақытқа дейін сақтауымызға болады. Егер де сіздер үйде 10 шақты, 20 шақты нан пісіретін болсаңыздар, бір пісіргенде нанды сақтау жағы қиын болады. Мысалы үшін жаздың күні нан сақтайтын болсаңыздар, күн ыстық болғаннан кейін нан тез бұзылады, яғни иістеніп кетеді, көгеріп кетеді, тағы да бір нәрселер болады. Не істеуге болады? Біздер мысалы үшін бір пісіргенде где-то 10 шақты, 15-20 шақты нан пісіреміз. Нан суығаннан кейін нанды мынандай пакетке салып, морозильникке саламыз. Біздерде мынандай морозильнигіміз бар. 2018-де сатып алдық. Осы морозильниктің ішіне саламыз. Нан қатат. Үйдегі жейтін нан таусылған кезде мына жерден өзімізге керекті нанды аламыз. Сосын микроволновкаға салып аламыз. Микроволновкаға салып алып, жаңа піскен нан жегендей боламыз. Яғни нанды пекарниден сатып алған сияқты боламыз. Сіздер де солай істеуіңізге болады. Сосын нанды микроволновкаға емес, тоқ пешке салып алуларыңызға болады. Яғни тоқ пешпен де тек нанның мұзын ертіп, нанды жей беруіңізге болады. Сосын нанды сақтау үшін сіздерге міндетті түрде біздікіндей мынандай морозильник керек емес. Сіздің үйдегі өзіңіздің холодильнигіңіздің морозильнигіне салуыңызға болады. Сосын тағы да бір лайфхак. Нанды суығаннан кейін біз сияқты мынандай бүтіндей пакетке салып емес, нанды бұратыла кесіп, пакетке салып сақтауыңызға болады. Яғни өте керемет ыңғайлы болады. Олай істейтін болсаңыздар. Біздер ондай нәрсені істеп отырған жоқпыз. Біздер нан суығаннан кейін нанды пакетке салып, бүтіндей морозильникке салып қойып отыр. Достар, бүгінгі айтқым келгені, көрсеткім келгені осындай өте керемет лайфхак. Бұны мен шығарған жоқпын. Біздер бұны біреулерден көріп алдық, біреулерден естідік. Егер де сіздер білмеген болсаңыздар, сіздерге пайдалы болды деп есептесеңіздер, менің айтып тұрған нәрсем. Міндетті түрде осы видеоға лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Сосын бұл видеоны өздеріңіздің достарыңызбен немесе тағы да басқа адамдармен әртүрлі әлеуметтік желілер арқылы бөлісіп, таратып отыруларыңызды сұраймын. Сонымен келесі видеода кездескенше.